Сәлеметсіздер ме, қаларыңыз қалай? Бүгін бір қызық тақырып айтып берейін. Жалпы сіздің жолың болмай жүр десеңіз, мен ақ осы жаманмын, мені елдің бәрі көре алмайды, мені сізді сізге жаман дейтін, сізді жаман деп айтатын ол сіз ғанасыз. Тем более қазіргі заманда сіздің бетіңізге келіп сен сондайсың деп ешкім айтпайды. Сен оңбаған екенсің, сен солай істепсің, сен сол жерде мені сөйтіп айтыпсың, сенің қолыңнан ештеңе келмейді дегенді сізге сіз ғана айтасыз. Рас айтамын, оны ойланып көріңіз тереңінен, өзіңіз осы нәрсені түсінген кезде таң қаласыз, расымен деп. Өйткені сізді алып шығатын сіз, сізді биікке жетелейтін сіз, сізді төменге түсіретін сіз ғанасыз. Сізді ешкім жаман, қолынан келмейді, ештеңесі жоқ, ойлары жаман деген нәрсені, немесе қуаяқ, алаяқ деген ойлар болатын болса, ол сіздің өз ойларыңыз ғана. Сіздің өзіңізге өзіңіз айтқан өтірігіңіз ғана. Өйткені өзгенің сізде шаруашылық, өзге өзімен әлек. Әр кімнің ішінде өзінің өліп жатқан біреті болады. Адам жалпы бір терінің ішінде екі жан болып өмір сүреді екен. Біреуі жақсы, біреуі жаман, біреуі сыртқы, біреуі ішкі. Соның сыртқы адамдар айтқан, сыртта адамдар айтыпты деген нәрсеге сенесіз да, сіз өзіңізге соны сіз айтасыз. Сен осындайсың, сенің қолыңнан ештеңе келмейді, сенің жолың болмайды, сені адамдар жек көреді, сені адамдар сыйламайды дегенде оны сіз ғана айтасыз. Ешқашан айтыңызшы, сізге келіп бір адам ондай нәрсе айтпаған. Сен ақша таппайсың, сенің ақ жолың болмайды, сенің ақ қолыңнан ештеңе келмейді, сенің тапқан ақшаңның осы барлығы қайда кетіп жатыр деп ешбір адам сізге айтпаған. Бұны сіз өзіңізге өзіңіз ғана айтып жүрсіз. Осы арқылы өзіңізді өзіңіз ғана түсіріп жүрсіз. Не үшін өзіңді тану, өзіңді зерттеу, өзіңмен өзің қалу қаншалықты маңызды екендігін енді түсінетін боласыздар. Өйткені біз өзімізді танымағаннан кейін, өзімізді зерттемегеннен кейін, өзімізбен өзіміз айналыспағаннан кейін өзгелерді қарап жүреміз. Өзгелерді қарап жүріп, өзгелер айтты екен деп өзгелердің бойындағы дүниелерді өзімізге айтамыз. Сондықтан өзіңізді өзіңіз алып шығатын сіз өзіңіз ғанасыз. Биікке көтеретін сіз ғанасыз. Сіздің бойыңыздағы алапат күшті, талантты, бойыңызда қаншама потенциалды оятатын сіз ғанасыз. Сіздің бойыңызда қаншалықты қажыр қайрат бар екенін сізден басқа ешкім білмейді. Сіздің қолыңыздан келген дүниені ешкім жасай алмайды. Сіз сізді ғана өрге сүйрей аласыз. Сіз өзіңізді ғана дамыта аласыз. Сіз өзіңізді өзіңіз тану арқылы өзіңіздің ішіңіздегі өтірікті, өзіңізге өзіңіз қойып алған төмен санауды, төменгі бағаны жоғарғы алып шығасыз. Сіз сол бағаны жоғарғы алып шыққан кезде өзгелер де сіздің бағаңызды жоғарылататын болады. Өйткені сіз өзіңізге қойып тастаған баға, мысалы былай ғой, магазинге барған кезде бір көйлек тұрады, 15 000 теңге деп. Сіз айтпайсыз, бұл неге 15 000 теңге, бұл 1000 болу керек, 2000 болу керек деп айтпайсыз. Өйткені оның иесі қойып тұрды ол бағаны. Ұнаса аласыз, ұнамаса алмайсыз. Сіз барып оның орнына жапсырып кете алмайсыз ғой, деп. Егер 1000 теңгемен 15 000 теңгенің көйлегі тұрса, сіз анау қымбатырақ екен, значит жақсырақ шығар деген ой келеді ғой. Сол сияқылды сіз өзіңізге жоғарырақ бағаны өзіңіз ғана бере аласыз. Өзгелерге сыйластықты, өзгелер сізді сыйласын дейтін болсаңыз, өзіңізге жоғарырақ баға беріңіз. Сіз өзіңізді төмен санаған сайын өзгелер сондай қабылдайды. Өйткені сіздің
өзіңізге берген бағаңыз көрініп тұрады айналаға. Сол арқылы сіз өзіңіз біліп тұрсыз ғой өзіңізге қандай баға беріп тұрғаныңызды. Өзгелерден сондай энергия аласыз. Сондықтан бұл түсініксіздеу болуы мүмкін басында, бірақ қайта тыңдап көріңіз. Бұл нәрсе өте терең мағыналы нәрсе. Осыны түсініп алатын болсаңыз, сіз ешқашан өзіңізді өзгелермен салыстырмайтын боласыз. Өзіңізді өзгелер не деп айтады деген ойдан аулақ боласыз. Өзгелер менен озып кетті дегеннен аулақ боласыз. Өзгеден қалып қойдым дегеннен аулақ боласыз. Сондықтан өзіңізбен жұмыс жасауды тоқтатпаңыз. Өз бағаңызды өзіңіз ғана көтересіз. Сол арқылы өзгелерден сондай көзқарасты, сондай құрметті көресіз.